Ассалаумағалейкум құрметті көрермендер, және де Clash.kz арнасының жазылушылары, және де Clash сүйер қауым. Және де осы группада, яғни кешеден бері опрос жүріп жатты, состав қандай таңдайғаны мынау деген сияқты, және де ТХ-ын қосайық па деген опростар болды. Яғни бүкіл әрине өте керемет өтті. Және де осы турнирді, яғни номер 3 бөлімін бастамыз келді, яғни көріп тұрғандарыңыздай ол демеуші, яғни сіздердің сүйікті турниріңіздің демеушілері, яғни Clash.kz арнасы, яғни мен, және де Супер Гигач арнасы, яғни сіздердің Нұрсұлтан Хакетов, өте керемет ютубер. Және де енді бұл жерде енді правила келетін болсақ, турнирге номері 1 клан қабылданды, уже 59 минут бұрын. Клан аты Жетібай клан. Және де ал достар, Clash of Clans ойыннан қазақша турнир номері 3 ашық. Состав ТХ9 9 штук, ТХ8 6 штук, барлығы 15. ТХ9-ның вестері 64-69 аралығында болу қажет, яғни ТХ8 вестері 54-59 аралығында болу қажет. Бұл вестер, яғни полуфулда, кішкене почти фулдардың вестері, яғни андай рашерлерден ауылда. Және де обсуждение не керек, соның бәрі айтылған, ертең видео шығады бұйырса, яғни өз шығып жатыр. Вестеген не екенін білмейтіндер менің каналымнан номер 2 турнирдің басталу видеосын қараңыздар, сонда бәрі айтылған, яғни сіздерге қазір көрсетіп кетейін. Міне бұл менің каналым, яғни бұл жерде, короче, видеоларда, мындай видеоларда, яғни қазақстандық Clash of Clans қазақша турнир заявка жібереміз деген. Яғни осы видеода, яғни бүкіл айтылған. Яғни осында, короче, бүкіл айтылған. Сонда, короче, осы видеоны көріңіздер соңына дейін. Яғни бұл жерде правилада айтылған номер 2 турнир, бірақ ол правила қарамай қойыңыздар, себебі ол правила бөлек, ал 3 турнирдің правиласы бөлек. Және де сонда айтылған вес қалай анықтайтын туралы сол сіздерге түсінікті болады деп ойлаймын, ал біз жалғастырамыз. Обсуждение, сосын 3 скриншот міндетті түрде, глава екеніңізді дәлелдейтін скриншот, және де клан Warlock скриншот, және де таблица, видеода айтылғанды видеода қалай таблица істейтін қазір мен де айтып кетейін. Басқаша заявка жіберілетін болса отказ етеді, 16 клан қатыса алады. Және де турнирді motion атакаларды және кландарды күтеміз, яғни набір жүріп жатыр. Осы состав, кеше состав түгеміз, 20-ға 20, бірақ оны көбісі қалаған жоқ. Яғни осы постта, яғни мұны жерде жазылған заявканы қайда жүргізеді, яғни обсуждениеде заявка турнир номері 3 деген бар. Яғни көріп тұрғандарыңызда міне Ақберген Есмұрзаев деген жігіт Жетібай клан глава рұқсат етті. Міне көріп тұрғандарыңызда қазір жоған келеміз, бұйырса. Және де көріп тұрғандарыңызда турнирге тек кланның главасы ғана заявка жібере алады, және де 16 клан жиналғасын турнирдің организаторы, яғни бұл ссылкада мен. Және де сонда заявка жібереді, бүкіл 16 клан жиналғасын мен общий турнирлік беседа ашам кланның главалары және судьялары арасында. Бірінші кланның аты міндетті түрде жазасыздар, кландағы қатысатын ойыншылардың никтері, глава екеніңізді дәлелдейтін скрин және кланның барлоғы және общий скриншоты міндетті түрде. Клан ешқандай КВ-да болмау қажет, сосын өз кланыңыздың весін салмағын жіберуіңіз керек, түсінбесеңіз видеодан көріңіздер. Міндетті түрде қажет, ол скрин қажет, қысқасын айтқандай Excel программасы бар Play Marketте, яғни арқылы жасайсыздар, короче, барлық түсінікті аны видеода да айтылған. Глава екеніңізді дәлелдейтін Warlock, короче, мына жерде қайт еткен турнир 12 клан заявка жібере алады деп. Яғни бұл жерде 16 клан заявка жібере алады. Кешірім сұрайын, ешқандай агрессия болмау қажет. Состав ТХ9 9 штук, ТХ8 6 штук, барлығы 15-15. Осы барлығы түсінікті деп ойлаймын. Сұрақтан болса группа сообщение жазасыздар, сол арқылы сұрақ қоя аласыздар, яғни сообщение деген батырма бар. Заявканы осы астыға қалдырамыз. Сәттілік организаторлар, турнирді ұйымдастырушылар, Clash.kz каналы және Супер Гигач каналы YouTube каналдар. Және де бұл жерде қалай істейді, короче, міне глава екенізде, мына жерде руководитель, глава рұқсат берді деп тұр, енді бұйырса. Короче, сонда міне осындай кесте, яғни Excel программасы арқылы жазасыздар, яғни мына жерде, просто мына жерде жазбапты бұлай, мына жерге 4-ші бөлігіне бұлай жазу керек, ТХ-лардың нелерін, себебі қайсы қателесіп кетеміз, 10-ға дейін, мысалы ТХ9. Мына жерде просто бір дегенде ник деген алып тұрды. Міне 64, 66, вес осы бүкіл жазасыздар, жаңағындай, яғни видеода айтылғандай бүкіл
Содан кейін королева корольдің вестерін, ТХ8-дердің, одан кейін сосын астыға общий вес жазып кетесіздер, яғни 913 міне. Өте керемет вес. Содан кейін бардығы қабылданады. Осымен осы достар, турнирге заявка жібереміз. Осы ВК группаның ссылкасын описаниеде қалдыратын боламын, яғни және де осы және екі каналға жазылып кетіңіздер, маған және де Супер Кикач каналына. Сол сіздерді күтем. Енді ана жоғында екінші турнирде, яғни аяғы болмай қалған болатын, финалдың видеосы істеу менде экзамен болып қалды, содан кейін қол тимей кеттім. Енді бұйырса болады, қорықпаңыздар, саспаңыздар, барлығы каканы естіп болады. Және де атакала бүкілін түсіп тұратын боламын. Ал енді келесі видео тағы болады. 16-қтан жиналғасын амандықта жолыққанша келесі видеода кездескенше достар. Сау болыңыздар.